алмасар уақыт жуықтаған шақта кіріс шығындар есептеліп, алдағы жоспар пысықталатыны айқын. Облыстық мәслихаттың кезекті 25-ші сессиясында 2019-2021 жылдарға арналған бюджет мәселесі қаралды. Аймаққа бөлінетін қаржы қаншалықты, ол қандай салаларға бағытталды? Осы сауалдар төңірегінде депутаттар корпусы болжамдар мен нақты мәліметтерді салыстыра отырып ой қорытты. Армысыздар! Эфирде өкілді орган мәслихат тынысынан хабар беретін мәслихат хабары. Тұрақты комиссия отырысы депутаттардың сессияға жинақталған барлық материалдарын қорытып, күн тәртібіне қойылған мәселелер жөнінде жеке-жеке тоқталып, ой-пікір алмасатын кезеңі. Жылдың ең соңғы сессиясының алдында да әдеттегідей халық қалаулылары тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында бас қосты. Онда 2019-2021 жылдарға арналған аймақ бюджеті талқыланып, қаржы көздері нақтыланды. Жалпы облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасына алдағы жылдардың еншісіне 200-ден аса қаржылық сұраныс түскен. Соның басым бөлігі қолдау тауып, түрлі салаға бағытталған 11 миллиард 300 миллион теңгені бюджет жоспарына енгізу туралы ұсыныс депутаттардың қарауына берілді. Мәселен, Шиелі және Жаңақорған аудандарына қарасты ауылдарда бой көтерген 5 спорттық кешен енді мемлекет есебінен қаржыландырылмақ. Сондай-ақ Арал, Қазалы, Сырдария аудандарының елді мекендерінде салынған 3 дәрігерлік амбулаторияның жұмысын жергілікті билік өз міндетіне алуды көздеуде. Мұнан бөлек республикадан бөлінетін трансферттер есебінен атқарушы органдарда еңбек ететін азаматтық қызметшілердің жалақысын ұлғайтуға бағытталмақ. Атап айтсақ, кірістер бойынша жеке табыс салығының бюджет коды бойынша 238,3 миллион теңге қысқартылды. Бұл 2019 бюджет кірісінің ерекшелігіне байланысты президенттің 5 әлеуметтік басқармасы халыққа үндеуінің екінші басқармасы жалақысы төмен жұмысшылардың жеке табыс салығын төмендету бойынша салық салынатын табыс салығы 90% азайтылатын болады. Және қалған еңбекақы 10% мөлшерлемемен жеке табыс салығы салынатын болады. Яғни салық жүктемесі 10 есеге төмендейді. Облыстық мәслихаттың кезекті 25-ші сессиясында ағымдағы облыстық бюджетті 1,3 миллиард теңгеге нақтылау ұсынылды. Бұл қаржы мемлекеттік сатып алудан үнемделген және бюджет есебінен қысқартылған сомалар есебінен қалыптасып отыр. Қаражаттың негізгі бөлігі қаланы дамыту шығындарына бағытталмақ. 2018 жылы облыстық бюджет 198 миллиард теңге көлемінде бекітілсе, жыл ішінде республикалық бюджеттен нысаналы трансферттерді бөлу және кірісті ұлғайту есебінен 226,5 миллиард теңгеге жетті. Қаражат аймақтағы кезек күттірмейтін мәселелерге жұмсалды. Атап айтар болсақ, апаттық жағдайдағы мектептерді болдырмау, жол жөндеу, балабақшалар, ауылдық клубтар салу. 30 жылдар облыстық бюджеттің көлемі 213 миллиард теңге болып бекітілді. Бұл 18 жылдан бекітілген бюджетінің 19,5 миллиард теңгеге артық. Келесі жылы барлық министрліктер және үкіметпен атқарған жұмыстардың нәтижесінде республикалық бюджетінен 57,6 миллиард теңге көлемінде мақсатты трансферттер мен несиелер алуды жоспарлап отырмыз. Бұл 18 жылмен салыстырғанда 30 миллиард теңге артық деген сөз. Сессияда 19 мәселе қаралды. Оның біразы тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында қаралғандықтан депутаттардың дауыс беруімен шешім жобасы мақұлданды. Күн тәртібінде экономика, қаржы және жергілікті басқару мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның жылдық есебі тыңдалды. Комиссия төрайымы 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттің мөлшерін саралап берді. Сонымен қатар алдағы жылдары қаржының қайда бағытталатынын атап өтті. Енді республикалық бюджеттен даму бюджетіне бөлінген қаржыларға келетін болсақ, ол денсаулық сақтау саласына 4 миллиард 100 миллион теңге, инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға 6 миллиард 200 миллион теңге, газдандыру бойынша 3 миллиард 900 миллион теңге, тұрғын үй құрылысы бойынша 2 миллиард 600 миллион теңге, ауыз су және кәріз жүйелерін дамыту бойынша 3 миллиард 900 миллион теңге, көлік инфрақұрылымын дамытуға 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. Сондай-ақ жергілікті полиция қызметінің бастығы өңірдегі құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша атқарылған жұмыстар жайына тоқталды. Осы 2018 жылдың 10 айының қорытындысымен облыс көлемінде жалпы қылмыстың саны 14%-ға төмендеді. Оның ішінде қылмыстардың жеңіл және орташа түрлері 9%-ға, ауыр және аса ауыр қылмыс түрлері 7%-ға азайды. Сонымен қатар облыс
көлемде қоғамдық орындарда жасалған қылмыстардың саны 8%-ға, көшелерде жасалған қылмыстардың саны 16%-ға және мас күйде жасалған қылмыстар 7%-ға төмендеді. Жол қауіпсіздігі бойынша 2018 жылдың басынан бастап облыс көлемінде жол апатын алдын алу бағытында атқарылған жұмыстарға аса қоғамдық ерекше бақылау алды. Осы ретте аймақ басшысы өңірімізде қауіпсіз қала жобасын енгізу мәселесі қолға алынатындығын жеткізді. Бұл жобаны жаңағы осы компаниямыз іске байланысты ұлттық қауіпсіздік комитеті республиканың өзінің келісімін беріп, сарап кабинетте өткен әртүрлі нелер бар, компаниялар, которые хотят заработать, там ищут какие-то легкие деньги и так далее. Нағыз шынында да жаңағы өзінің мақсатына жеткізетін. Сосын осы 2 күн бұрын жаңағы ішкі істер министрі Қасым мырзамен де сөйлесіп кездестім. Осы мәселені тағы да бір сарап кабинетте анашып болса, жобаның ішіне интеллектуалды камералар бар. Мысалы, есть люди, которых находятся в розыске, а вот эти интеллектуальные камеры распознают, если даже человек нанес гриф или там одел на себя бороду, еще и так далее, независимо. Такая технология, что она распознает. Сондықтан бұл Қазақстандағы, Астанада да, Алматыда да бұндай жоба жоқ. Сессияда сонымен қатар аймақ басшысы облыстың құрметті азаматы атағына ұсынылған азаматтардың ел дамуы жолындағы еңбегіне тоқталды. Олар мемлекет және қоғам қайраткері Құдайберген Саржанов, химия ғылымдарының докторы профессор Әбдуәлі Байышев және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жазушылар және журналистер одақтарының мүшесі Нұртөре Жүсіп. Сессия соңында бірқатар аудан әкімдері мен депутаттарына, сала басшыларына Астананың 20 жылдығына арналған мерекелік медаль табысталды. Ал саяси қоғам өмірінде белсенді халық қалаулысы Райкүл Байназарова үздік депутат төс белгісімен марапатталды. Атап өткен жөн, облыстық мәслихат депутаты біздің депутат республикалық газеті жүргізген байқау қорытындысымен озат деп танылған. Ертең желтоқсанның 14 күні қалалық мәслихаттың кезекті 33-ші сессиясы өтеді. Күн тәртібіне 5 мәселе қаралады деп жоспарлануда. Онда қалалық мәслихаттың биыл атқарған жұмысы 2018-2020 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы мәслихат шешіміне өзгерістер енгізу, 2019-2021 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы мәселелер депутаттар корпусы назарына ұсынылады. Қызылорда қаласының құрметті азаматы атағын беру және қалалық мәслихатының 2019 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы мәселелер де күн тәртібіне қойылады. Қалалық мәслихаттың кезекті 33-ші сессиясы туралы келесі бағдарламамызда толығырақ тоқталатын боламыз. Депутат халық қалаулысы, халықтың қоғамдағы талабы мен тілегі, мүддесі мәслихатқа депутат арқылы жетеді. Елдің қамын ойлар қалаулыларымыз көп болсын, халықтың депутатқа деген сенімі арта берсін. Халықтан әділ таразы жоқ. Мәслихаттың үлесіндегі ақпараттар осындай. Амандықта жүздескенше.